Сәлем достар, балалар, біз сіздермен алдыңғы сабақта үшбұрыш биссектрисасының қасиетін өткенбіз. Бүгін сол тақырыпты жалғастырайық. Бізге кез келген үшбұрыш берілсін. Қабырғалардың ұзындығы әртүрлі. А, Б, С. Енді балалар, осы үшбұрыштың бізде үш төбесі болғандықтан оның үш биссектрисасы бар. Осы үш биссектрисасы бойынша оның қасиетін қарастырайық. Алдымен А төбесінен биссектриса жүргіземіз. Осы бұрышты балалар біз теңде екіге бөлеміз. Ол БЦ табанымен қиылысады. Бұл бізде Ады биссектрисасы. Яғни биссектрисаның қасиеті ол шыққан төбені теңде екі бұрышқа бөледі. Енді балалар, осы жерде қасиетін қалай жазамыз? Ады биссектрисасы болса, онда осы адыға жатқан қабырғалар АЦ-ның АВ-ға қатынасы тең болады СД-ның ДВ-ға қатынасына. Жазамыз. СА-ның АВ-ға қатынасы. СА-ның АВ-ға қатынасы тең болады ДЦ-ның ДВ-ға қатынасына. ДВ-ға. Енді Б төбесіне биссектриса жүргізсек. Яғни енді Б төбесін өлшеп, осы бұрышты теңде екіге бөлеміз. Бұл бізде ВЕ биссектрисасы, яғни В бұрышын теңде екіге бөледі. Енді бұл жерде биссектрисаның қасиетінде АВ қабырғасының ВЦ қабырғасына қатынасы АЕ-ның ЕЦ-ге қатынасына тең. Жазамыз. АВ-ның ВЦ-ға қатынасы тең болады АЕ-ның ЕЦ-ға қатынасына. Енді үшінші С төбесіне биссектриса жүргізейік. Яғни бұл бұрышты да біз теңде екіге бөлеміз. Сонда кез келген үшбұрыштың үш биссектрисасы бір нүктеде қиылысатынын байқауға болады. Яғни бұл жерде биссектриса С бұрышын теңде екіге бөледі. Бұл жерде қиылысатын F нүктесі деп белгілейік. Сонда биссектрисаның қасиеті бойынша BC қабырғасының СА-ға қатынасы тең болады BF-тің FA-ға. Жазамыз. BC қабырғасының АЦ қабырғасына қатынасы тең болады BF-тің FA қабырғасына қатынасына. Балалар, яғни берілген есептің кез келген төбесінен жүргізілген биссектриса арқылы оның қасиетін қолдана алуымыз керек. Келесі бізде тең қабырғалы үшбұрыш берілсін. Тең қабырғалы үшбұрышта оның белгілейік МНК үшбұрышы. Барлық қабырғасы тең. Олай болса, барлық қабырғасы және барлық бұрышының градустық өлшемі 60 градус. Олай болса, әр төбесінен жүргізілген биссектриса жүргіземіз. Алдымен N төбесінен D деп белгілейік. М төбесінен биссектриса. Бұны бір F деп белгілейік. Және К төбесінен. Бұны бір E деп белгілейік. Яғни бұл жердегі тең қабырғалы үшбұрыштағы биссектрисалар шыққан төбені теңде екіге бөледі. Бұлардың градустық өлшемі тең болғандықтан бұлар өзара тең. Және бұл жерде ерекшелігі биссектрисалардың ұзындықтары да тең болады. Яғни МФ биссектрисасы тең болады НД биссектрисасына және тең болады КЕ-ге. Және тең қабырғалы үшбұрышта бұл биссектрисалар сонымен қатар медианада биіктікте бола алады екен. Яғни медиана қабырғалардың теңдей барлығын бірдей кесіндерге бөледі. Тең қабырғалы үшін. Ол үшін бұл медиана. Ал биіктік себебі N төбесінен жүргізілген медиана биссектрисасы болса, ол биіктікте болады. Яғни табанына перпендикуляр. Сонда тең қабырғалы үшбұрышта ғана үш биссектриса, үш медиана, үш биіктік өзара тең болады екен. Осыны ұмытпаймыз. Балалар, біз сіздермен қарастырдық үшбұрыш биссектрисасының қасиетін.
келесі кездескенше сау болыңдар.